Биыл 2024 жылы байлар байи беретін, кедейлер кедейлене түсетін заман. Егер мына кедейлер қаржылық сауатын арттырып инвестицияны бастап кетпесе. Өйткені 2024-те бізде кредиттің ставкалары өте қымбат, әсіресе микрокредиттер. А бірақ инвестиция жасауға өте тиімді момент, әсіресе американский рынокқа. Американский рыноктағы компаниялардың биыл инвестиция жасауға тиімді болып тұрған басты себебі Америкада президент сайлауы өтеді. Енді Байден мырза қалады ма, келеді ме, басқа адам келеді ме, неважно, оның бізге қатысы жоқ. Бірақ осы президент сайлауы болатын кезде инвестицияға топ етіп кіре салсаңыз, сіз прям тиімді жерден кіріп кетесіз де, и бірден көтеріп кетуге мүмкіндік бар. Бірден айтайын, егер сізде инвестицияда опыт жоқ болса, американский компаниялардан бастау міндетті емес, өзіміздің қарапайым күнде көріп жүрген, отделениесіне барып жүрген Каспий мен Халық банктен бастай беріңіздер. Халық банктың акциясы қазір всего лишь 170 теңгенің айналасында. Қалай инвестиция жасаймыз, не істейміз? Осы туралы мен бүгін кеште әрбір қазақ инвестор бола алады деген вебинар өткіземін. Сол вебинарға қатысу үшін маған парақшама подписаться етіп, осы постты сақтап алып 3 досыңызға